Қымбатты көрермен, біздің сүйікті оқушылар, ардақты ата-аналар, құрметті ұстаздар. Сіздерге академиялық ұтқырлық бағдарламасымен Түркия мемлекетінде оқу қызық па? Әрине, өзіме де қызық. Ендеше бүгін біз жас тілші үйірмесінің түлегі академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша өз білім көкжиегін кеңейтіп жүрген Аружан Садықбекпен сұхбат құратын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, менің жанымда жас тілші үйірмесінің түлегі. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы Ақпараттық технологиялар университетінің 3-ші курс студенті. Академиялық ұтқырлық бағдарламасымен Түркия мемлекетіндегі Өмер Халестемелер университетінің білім көкжиегін кеңейтіп келген Аружан Садықбек. Аружан, бүгін сені өзіміздің орталығымызда көргеніме өте қуаныштымын. Қош келдің, көңіл-күйің қалай? Ең бірінші Гүлден апай, сізге де көп рахмет. Мені елескеріп осы сұхбатыңызға шақырып жатқаныңызға. Шыны керек, жас тілші үйірмесінде сізді де өте қатты сағындым. Біз де сізді сағындық. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Көңіл-күйім сіздерді шақырғаннан кейін өте керемет. Қуаныштымыз, Аружан, қош келдіңіз. Енді осы журналистика саласында білім алып жүрген жас өркен ретінде өзіңізден алғашқы сұрағым келеді. Жалпы журналистика сіз үшін мінез бе, әлде мамандық па? Бұл салаға деген қызығушылығыңызды кім ашты? Алғашқы білім бәйгесіне табалдырық қалай басталды? Негізінен журналистика мүмкін өте бір қарапайым жауап болуы мүмкін, бірақ шынымен журналистика менің бала кезгі арманым болды. Өйткені журналист болуды мен 3-ші сыныптан бастап армандадым. Теледидардан қалай эфирді жүргізіп жатқан журналисті көрдім. Керемет, кішкентай кезден басталған арман. Сол арманыма соңына дейін адал болайын деп шештім де, ең соңғы таңдауым осы журналистика болды. Және де алдағы уақытта да өзімді тек осы бағытта ғана шыңдай бергім келеді. Жалпы бұл мамандыққа өзімнің қызығушылығымды ашқан менің бойымдағы қасиеттер деп білсем болады. Өйткені қаншама үйірмелерге қатысып бастадым. Сол кезде бойымда бір ораторлық қасиет барын байқадым. Және де ізденімпаз, сондай-ақ жазуға деген өзімнің қабілеттерімді байқай бастағаннан кейін осы журналистиканы таңдайын деп шештім. Ақылға да жүрекке де салғандағы жауабым бір болып шыққаннан өте қатты қуаныштым. Тамаша. Және журналистикаға айтар едім, журналистиканы тек махаббатпен таңдау керек. Өйткені көп адам журналистиканы ақылға салып таңдағандар соңына шыға алмайды. Соңына дейін апара алмайды. Бұл мамандыққа жай ғана қабілеттер аздық етеді. Бұл мамандықты жақсы көру керек. Бұл мамандықтың қиындығына шыдай білу керек. Мінез де керек. Өйткені бұл мамандықтың қиындықтары өте көп. Сондықтан да тек соған шыдай білген адам ғана осы журналистиканың шыңына шыға алады деп сенемін. Керемет, тамаша жауап деп білемін. Өзіңізді білеміз, тоғызқұмалақтан Қазақстан Республикасының чемпионысыз, одан кейін би, дебат, домбыра, теннис деген сияқты да өнерлерді бойыңыздан артық ұстаған жоқсыз. 8 қырлы, 1 сырлы деп. Осының барлығына оқушы кезіңізде уақытты қайдан таптыңыз? Шыны керек, мен туралы бұндай көп ақпарат білетіңізге мен таңғалып отырмын. Көп рахмет. Шынында негізі бұл барлығы қызығушылықтан туады ғой. Мен жаңағы өзім емендегі бұл үйірмелерге қатысудағы басты мақсатым өзімді табу болды. Мен қаншалықты үйірмелерге қатыса берсем, соншалықты өзімді тани бастайтынымды білдім. Сол үшін де барынша өзімді іздеу жолында барлығына қатысуға тырыстым. Өзімді әрбір салада байқап көргім келді. Және нәтижесінде өзімнің қалаған жүрегім, қалаған мамандықты тапқаныма өте қатты қуаныштымын. Негізінен, егер адам қаласа, кез келген нәрсеге уақыты болады. Тамаша. Өзім осы жас тілші үйірмесін жүргізетіндіктен қазіргі таңда журналистикаға деген сұраныс жыл сайын артып келеді. Өзіңіз жас тілші үйірмесінің түлегісіз. Ұлттық бірыңғай тестілеу қалай болды? Шығармашылық емтихан қалай болды? Ол шығармашылық емтихан тапсырған кезде оқушылардың бойынан батылдық керек пе, әлде өзіне деген сенім керек пе? Қалай сіз осы дүниелерді алып шықтыңыз? Әрине, журналистика мамандығында конкуренция, яғни таластық өте көп қой. Сол кезде бір грантқа тіпті 10 шақты баладан таласады. Сол негізі көбінесе журналистиканы таңдап отырған оқушылар қорқады. Олардың бойында осындай қорқыныш бар, грант ала алмай қалсам. Ата-анасы тарапынан да қорқыныш көп. Енді кез келген оқушының мектеп түлегінің арманы ол әрине грант.
Сондықтан сол үшін жұмыс істеу керек. Жалпы ұбт-дан шығармашылық емтихандардан қорқудың еш қажеті жоқ. Ол әрине өмірдің соңы емес. Әрине. Мүмкін ұбт-дан өткеннен кейін бұндай сөздерді айту оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ сонда да қаншалықты қорқыныш болса да оны жеңуге тырысу керек. Өйткені қорқыныш ол сіздің ойыңызды байлап тастайды. Ол сіз артық ойлана алмай қаласыз. Сондықтан да барынша тек оқи беріңіз. Өйткені оқыған сайын, сіз еңбектенген сайын ол нәрсенің жемісі болады соңында. Сондықтан шығармашылық емтиханда журналистиканы таңдап отқан әрбір түлек білуі керек. Екі пән таңдалынады, және шығармашылық емтихан екі турдан да тұратын. Сол кезде әрине барынша дайындалып, барынша оқуға тырысу керек. Сол сәттегі қобалжуды қалай жеңу керек? Біздің алдымызға тест берілді. Біз сол тестті оқу сауаттылығын бірінші орында аламыз ба, Қазақстан тарихын бірінші орында аламыз ба? Мен қайтсем уақытты ұтам. Мына логиканы оқып отырған кезде мен қазір бүткіл уақытымдан айырылып қалмайын ба дейді бізге түлектер. Бұл жағынан не айтасыз? Шынында ең бірінші айтар кеңесім ол ұбт-ға кірген кезде Қазақстан тарихын орындап тастаған дұрысырақ бірінші. Өйткені Қазақстан тарихы ол жатталатын нәрсе. Өзгермейді. Қазақ хандығы 1465 жылы алынса, солай қалады. Оны ешкімнің өзгертуге хақы жоқ. Ол тарих өйткені. Ол факт. Ол жаңағы нәрселерді сіз бірден таңдайсыз. Оқыған кезде бірден жауаптарын біліп отырасыз. Сондықтан Қазақстан тарихын тезірек істеп тастау керек. Және де бірақ сіз Қазақстан тарихында да логикаңызды қоса аласыз. Жаңағы даталар, яғни уақыттарды, хронологияларды ойластырған кезде де сіз әрқашан логикаға салып ойлансаңыз, онда сіз шынымен дұрыс шешімді, дұрыс жауапты таңдай аласыз. Одан кейін оқу сауаттылығы әрине жеңілдеу, шарасы жеңіл. Жай ғана қазақ тілін білсеңіз, оқи алсаңыз, шешіп шығаруға болады. Мәтінді дұрыс оқу керек. Ал шығармашылық емтихан туралы не айтасыз? Шығармашылық емтихан ең бірінші эссе. Кез келген енді болашақ журналист жаза алу керек. Ең бірінші. Эссені жазу менің ойымша мүлде қиын емес. Жай ғана өз ойыңызды барлығын аргументпен, фактпен келтіре отырып, негізгі бөлім, қорытынды, кіріспе деген нәрселерді сақтана отырып, солай жазып шығуға болады. Ал екінші кезең портфолио. Ал портфолиода сіз әрине ең бірінші өзіңізді көрсетуіңіз керек. Мен портфолио қорғау кезінде мен әрқашан кілт сөздерді қолданып отырдым. Яғни менің басты мақсатым жаңағы комиссия мүшелерінің ойында қалып қалу. Өйткені ол кісілердің алдына қаншама адамдар, балалар келеді. Соның ішінде мен ерекшеленіп тұруым керек деген нәрсе болды. Сондықтан мен барынша ерекше сөздерді қолдануға тырыстым. Жаңағыдай мен не үшін грантқа лайықпын деген сөйлемдерді, одан кейін мен өзімді грамоталардан үй салушы ретінде таныстым. Тамаша. Мектеп оқушы кезіңізде де түрлі сайыстардың, түрлі шаралардың, ғылыми жобалардың жеңімпазы атандыңыз, және сол кілт сөздерді қолдану арқылы бұл сіздің кемел келешегіңізге үлкен әсерін тигізді дейсіз ғой. Тамаша. Енді біздің көрерменді де, ата-аналарды да, оқушыларды да қызықтырып отырған бір сұрақ бар. Ол Түркия мемлекеті жайлы. Аружан аудиториядан Анкараға дейін қалай жетті? Түркия баспалдақтары туралы әңгіме өрбітсек осы тұрғыда. Шыны керек, жоғары оқу орны ол мүмкіндіктерге толы мекен. Сондықтан барынша сол мүмкіндіктерді көріп пайдалансаңыздар, онда сіздердің болашақтарыңыз жарқын болады. Академиялық ұтқырлық ол деген әрбір студентке өзге мемлекетте 6 айға тегін оқып келуге мүмкіндік береді. Менің ойымша әрбір студент бұл мүмкіндікті пайдалану керек. Жіберіп алмау керек. Өйткені өзге мемлекетте бұл жай ғана оқу емес, ол сені өзіңді тану, жаңағы ойлау көкжиегіңді кеңейту, критикалық ойлауыңды дамыту деген нәрселер өте керемет қабілеттер береді саған, өзіңді ашуға көмектеседі. Түркия еліне грант ұтып алған кезде оны ата-анама ең бірінші болып айттым. Сол кезде ата-анам сәл қарсы болды, қарсылық танытты. Неге? Өйткені менің Түркияда оқитын қалам Сирия мемлекеттеріне жақындау болды. Өте қауіпті аймаққа, иә? Сондықтан политикалық жағдайларға байланысты сондай бір шешімге келген болатын, бірақ сонда да әрине енді мен өзім ата-анамды көндіруге тырыстым барынша. Өйткені бұл екінің біріне беріле бермейтін мүмкіндік. Оның үстіне бұл грант, мемлекет төлеп беремін деп тұр. Мен бұндай мүмкіндіктен айырылмауым керек дедім. Үйтіп ата-анамды көндіріп, енді былай қазір ата-анам маған рахмет айтады. Өзіңізде қорқыныш болмады ба? Сіз тілді білмейсіз, бөтен жер, жаныңызда жақындарыңыз жоқ, ата-анама деген сағыныш қалай болады? Мен ол жаққа барғанда сіңісе алам ба, жанымда жандар бола ма, ұстаздар қалай қабылдайды деген сияқты.
негізі шыны керек әрбір студентте бұндай қорқыныш болады, және ол норма нәрсе, ол болу керек. Дұрыс айтасыз. Бірақ сонда да ең бастысы дәл осы қорқыныш пайда болған кезде оны жеңе білу керек. Мен шынында тіл білмедім, Түркияда бұрын болып та көрмедім, сабақтың да қалай өтетінін білмедім, сондай секілді менде қорқыныштар болды. Бірақ алайда мен біліп тұрдым, тәуекел етпеген адам бұндай жетістіктерге жете алмайтын. Кім тәуекел етпейді, сол Сол мақсатына жетпейді дейсіз ғой, иә, тамаша. Сіз бастапқыда осы академиялық ұтқырлық бағдарламасы болатын білген кезде осы Түркия мемлекетін таңдадыңыз ба, әлде басқа жоспарларыңыз болды ма? Қанша мемлекетке баруға ұсыныс тасталды? Мен алғашында барлық құжаттарымды Польша мемлекетіне тапсырдым, және грантты да сол Польша мемлекетіне алдым. Бірақ өзімнің университетінен сәл қателіктер кеткеннен кейін менің грантымды Түркия мемлекетіне жіберді. Алғашында барғым келген жоқ, өйткені Польша тұрғанда мен үшін Түркияға барғым керек деген сияқты байбалам салдым, бірақ енді сол бұйырып тұр екен, хайырлысы екен. Бірақ сонда да ол мені бір қуантқаны, сол сәттерде мен оқуға баратын сәтте Польшада жаңағыдай соғыстың алғашқы белгілері пайда бола бастады. Сондықтан Түркияға кеткеніме қатты қуандым. Және кеткеніме де сол жақта жарты жыл білім алғаныма да, келгеннен кейін өте үлкен рахмет айттым. Қазақстан мен Түркия мемлекетіндегі білім алушыларға көрсетілетін құрмет, білім дағдылары қандай өзгешеліктер мен ерекшеліктер, артықшылықтары бар? Мен Түркия мемлекетінде осындай дүниені көрдім. Қазақстанда журналистика факультетінде ақпараттық технологиялар, яғни өзім білім алатын университетте осындай дүниелер жасалса ғой алдағы уақытта. Қандай плюстары бар? Негізі дініміз сәйкес келсе де, бірақ Түркия мемлекетінде керемет айырмашылықтарды байқай бастадым. Өйткені Түркия мемлекетінде студенттерге өте қолайлы жағдайлар жасалған. Шынымен, егер барлығын береміз, сен жай ғана оқы деген нәрсені көрдім. Мысалы, Алматыда жүріп, мен мысалы жай ғана университетіме жету үшін мен түрлі кептелістерде тұрып қалам, мен өзімнің сабағыма бару үшін 1 сағат ерте шығуым керек деген сияқты майда-шүйде нәрселер бар. Ал бірақ Түркияда мен ол жақта студенттер, менің факультетім өзімнен 2-ақ минуттық жерде болды. Мәссаған. Және де сонда бізге таңғы ас береді, кешкі ас та дайындап қояды, бізге тек қана оқу керек болды. Қалған жағдайдың барлығын университет қарастырады, иә? Университет қарастырған, және де ал Қазақстанда өкінішке орай ондай жағдай, ондай комфорт болған жоқ. Мен сіздің әлеуметтік желіңізді бақылап отырамын ғой, сонда сіз әдемі Анкарадағы кітапханаға барғансыз. Мені көріп, жүрегімді толғантты, қандай керемет ғимарат. Сол ғимаратта біздің қазақтың қызы білім алып, өзінің ерекше мәдениетімен, әдебиетімен танысып жүр деп. Түркі халқының мәдениетіне шолу жасайықшы осы тұрғыда. Кітапхана тұрғысынан да 1-2 ауыз сөз болса. Бұл кітапхана жалпы Милет кітапханасы деп аталады. Түркияға танымал, Анкара қаласында орналасқан. Ең танымал, тек Түркияда ғана емес, әлемге танымал кітапхана. Бұл кітапханада ең басты суретке түсіруге, видеоға түсіруге мүлде болмайды, өйткені мемлекетте солай жасап қойған, туризмді дамыту мақсатында бұл кітапхананы сол жаққа барып көру керек, барып көру керек. Андай әдемілікті есте сақтау керек қой. Әрине. Сол үшін барынша суретке түсіруге тырыстық. Көзімізбен жаттауға тырыстық. Ол жақта да барлық жағдайлар жасалған. Ол жақта жаңағыдай сіздің ішетін суларыңыз, кофелеріңіз тегін, тамақтарыңыз тегін. Оның ішінде демалатын орындар да бар. Барлық әрбір тілде, қалаған тіліңізде сіз кітап ақпараттар таба аласыз. Тіпті қазақ тіліне арналған кішкентай бұрышта жасалған екен. Ол жақта біз қазақ әдебиетінің кітаптарын көре алдық. Еңлік кебек, Шұғаның белгісі, тағысын тағы. Түркия және теңіз, иә? Түркия десе біздің көз алдымызға бұғаз, теңіз әдемі елестейді. Өлеңдер, қиял ғажайып дүниелер туды ма сізде? Тың мақалалар деген секілді. Мен Түркияға барғалы өзімді теңіз, судың адамы екенін сездім. Теңізді мен шынымен жақсы көреді екенмін. Екі теңіз бар, Қара теңіз бен Жерорта теңізінің ортасында орналасқан. Қара теңіз бен Жерорта теңізінің ортасында біздің қазақтың қап-қарапайым кішкентай қызы. Мен әлі қуанам, сізбен әлі мақтанам. Шында теңіздің жағасы, толқындардың өзі сізді бір ерекше ойларға жетелейді ғой. Сол кезде әсіресе Стамбул қаласында біз паромға міндік. Сол кезде Босфордың
босфорда кетіп бара жатып жаңағыдай ойға түрлі идеялар келеді, Күшті. жаңағыдай креатив өте қатты дамиды сізде. Сонда отырып біраз нәрсені ойландық. Түркия халықтарының жаңа менталитеті дейміз, мәдениеті мүлде басқаша ғой. Ол жақта қанша жұмыстан шаршап келсе де, олар қалай тынығады, олар жаңағы теңіздің жағасына барып балық аулайды. Ол жақта кәдімгідей өмірді көресіз. Өмір сүруге асықпайтын халық деп айттыңыз иә жаңа бір сөзіңізде. Мысалы, мен өзім осы Қазақстанда 3-ші курста мен өзімнің группаластарымның жасы 20-19 жаста. Ал Түркияда 2-ші курстармен бірге оқыдым. Олардың жастары 20-25-те. Олар мүлде қорықпайды, қателік жасаудан қорықпайды. Жаңағыдай олар айтады, бұл менің 2-ші университетім дейді. Олар тіпті 1-ші университетін аяқтамағанда, дипломын алмағанда. Олар жаңағыдай әртүрлі университеттерге көше береді, және де әлем Түркияда, мен айтар едім, Түркия мемлекеті махаббатқа толы деп. Өйткені таңертең тұра салған кезде сізге танымайтын адамдарыңыз жүгіріп келіп, günaydın жаным, көзім, bir tanem деп айтып құшақтайды олар. Ол жақта міндеттелген 2 рет құшақтау, ал егер адам жақын болса, тіпті 3 рет құшақтайды. Және олар айтар едім, Қазақстандағы адамдарға қарағанда жұмсақтау, жылылау. Біздің адамдар салқындау ғой. Сондай бір өте жылы сіздерге тойып байып келдім. Тамаша. Журналистиканың арнасы кең. Радио журналистика, баспасөз, телебақыттағы журналист. Алдағы уақытта Аружан Садықбек қай бақытты таңдайды? Өзіңе қай бақыт жақын? Дәл қазір мен осы сұрақ аясында ойланып жатырмын. Өйткені шынымен журналистика қазір дамығаны соншалық, цифрланғаны соншалық, оның бағыттары өте көп. Бірақ мен әрбір бағытта өзімнің бағымды сынап көруге қарсы емеспін. Тамаша. Өз әрбір бағыттың өзінің берері мол ғой. Және сені басқа қырынан ашады. Қазіргі таңда қандай саламен жұмыс жасап жатсыз? Дәл қазір мен түрлі веб-сайттарда, яғни изданиялер дейді, мақалалар жазумен айналысып жатырмыз. Қазір аналитикалық болсын, өте ауқымды, көлемді мақалалар жазумен айналысамыз. Орыс тілінде жазып жатырсыз? Орыс тілінде, иә. Тамаша. Айта кету керек. Оңтүстіктің қызы ретінде орысша сөйлеймін. Осы жерде де мойындай салайын, шынымен орыс тілін мен осы уақытқа дейін білмеген болатынмын. Мектеп бітіргенше. 1-ші курста Алматыға қалай түстім? Алматы енді орыс тілді қала ғой. Сондықтан ол жақта міндетті түрде орысша үйрену керек болды. Бір жағынан өзімнің мамандығыма да керек болды. Сондықтан тілді үйреніп бастадым. Енді қазір тіл білген сайын сіздің мүмкіндіктеріңіз көбейе береді. Және жаңа айтып отырсыз ғой, білімге аш болу керек. Білімге қызғана қарау керек. Сол үшін осы жағынан мен өзімді дамыта алдым. Тамаша. Алдағы уақытта Аружан Садықбектің алға қойған жоспары қандай? Енді Түркия мемлекетінен келгеннен кейін, енді бір саяхаттағаннан кейін адам саяхаттағысы келе береді. Енді барынша саяхаттауға, ел көруге, жер көруге тырысамын. Алдағы уақытта бакалаврды бітіргеннен кейін магистратураны да шетелде оқысам ба деген ойым бар. Тек сол жұмыс істеу, өзімнің саламды өзімді шыңдау, түрлі мүмкіндіктердің барлығын пайдаланып көру, иә? Барынша, қолдан келгенше. Аружан, өзің Түркия мемлекетіне академиялық ұтқырлық бағдарламасымен оқуға баратын кезіңде қасыңда достарың немесе өзіңмен қатарлас сол мемлекетке оқитын жандар болды ма? Әлде елден өзің кеттің бе университетіңнің атынан? Менің университетінде өзімен бірге тағы бір қызылордалық бір қыз болды. Мен қатты қуандым оның оңтүстіктен болғанына, өйткені біздің жаңағы сәл мәдениетіміз бір-бірімізге ұқсайды ғой. Сол үшін біз бірге жатақханада бірге тұрдық, бірақ бір қуанарлық жағдайы біздің жатақханамызда тағы 70-ге жуық қазақтар болды. Олар әртүрлі өңірден келген, яғни көбісі батыстан болды, жаңағы Атырау, Орал, Ақтау деген секілді. Олармен араласып, біз бір Қазақстанның ішінде әртүрлі мәдениеттің барына көз жеткіздік. Одан бөлек, Қазақстаннан бөлек, басқа да мемлекеттерден де студенттер болды. Әрине, болашақта да араласа береміз. Өйткені біздің басымыздан жарты жылдың ішінде не келіп, не кетпеді. Біз бірге саяхаттадық, бірге қиындықтарды көрдік, бір нанды бөліп жедік. Сондай адамдар тапқаныма мен өте қатты қуандым. Біздің жатақханада шетелдіктер тұратын жатақхана болды. Оның ішінде біз судандармен, Мароккодан келгендермен, Африка, жаңағы итальянецтермен, испанецтер де болды. Солардың барлығымен біз араласуға тырыстық, араластық та. Мысалы,
барлығымыз жиналатын орын ол асхана болды. Асханаға кірген кезде сіз әр бұрыштан әртүрлі тілдерді естіп жатасыз, бірақ олармен сөйлесу үшін әрине ағылшын тілінде сөйлестік. Ортақ тілдеріңіз ағылшын тілі Иә, болды. бізді біріктірген ағылшын тілі болды. Сондықтан да айтар едім, оқушыларға, студенттерге қазірден бастап барынша ағылшын тілін үйренсін деп. Өйткені ағылшын тілі ол әлемдік тіл. Жаһандық тіл, дұрыс Иә. айтасыз. Жатақханада жүрген кезде бір сәттер болды ма, сіз қазақтың ұлттық тағамы ет асып, оған басқа ұлттың өкілдері қызығып, танитындары бірге жеп деген сияқты ол тамақты қызығып, қызғанып қарап? Иә, қазақтар өздерінің кішігірім бизнесін бастап кетті. Әртүрлі мемлекеттегі студенттерге құрттар сатты. Оларды қатты жақсы көріп бастады. Әсіресе Қазақстан шоколадында. Өйткені біздің Қазақстан шоколад ащылау ғой. Ал басқа мемлекеттерде ондай шоколадтар табу өте қиын. Сондықтан соларды жеп, кәдімгідей шетелдіктер біздің мәдениетті, біздің қазақ асханасын өте жақсы көріп кетті. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2026 жылды жасанды интеллект жылы деп бекітті. Енді өзіңіз шетелге барып келген студент ретінде біздің Қазақстанның ғылым жағына IT маман ретінде қандай бір жоғарғы үлес қоса алар едіңіз? Қандай тың дүниені алып келер едіңіз елімізге? Қазақстан қазіргіден жас мемлекет болса да, көбінесе дамуға аса зер салады ғой. Сондықтан көп жағдайда бізде цифрланған жүйелер орнатылған. Тіпті біз төлем жасайтын кезде де қазіргі таңда алақанмен де, көз жанарымызбен де жасай аламыз. Ал бір өкініштісі, Түркияда әлі ондай нәрсе жоқ. Мысалы, тіпті Түркияда жай ғана телефонға мегабайт салу үшін олар кәдімгідей қаланың ортасына барып, сондай арнайы офиске барады. Бұлайынша негізі Түркияда Қазақстаннан үйренетін заттары өте көп екен. Тамаша. Шетелде оқу әрбір қазақ қызының, әрбір қазақ баласының арманы десек артық айтқандық болмас. Енді өзіңнен сол шетелдің тыныс тіршілігін танып келген жас студент ретінде қолқа салғым келіп тұр. Түрікше біздің Сыр жұлдыздары шығармашылық инновациялық академиясының оқушыларына, ұстаздарына, ардақты ата-аналарына жылы ыстық лебізіңді біздің қара шаңыраққа айтсаң, түрік тілінде. Жақсы. Merhaba, size hepinize mutluluk diliyorum. İyi günler sizi beklesin. Sonra her şey güzel olsun. Size kalbiniz rahat olsun. Çok teşekkür ederim size. İyi şanslar. Тамаша, рахмет, Аружан. Қандай керемет түрік махаббаттың, бір ерекше ыстық ықыластың дүниесі екенін сіздің айтып жатқан лебізіңізден бір біліп байқадым десем болады. Осы түрік тілімен қатар қазіргі таңда біздің Аружан Садықбек қанша тілді меңгерген? Нақты бір тілді мен жетік меңгердім деп айта алмаймын. Өйткені әрбір тілдің соңына дейін түсіп, үйренем дегенше қаншама уақыт кетеді. Бірақ сонда да өзімнің еркін сөйлей алатын 4 тілім бар. Тамаша. Ол әрине ең бірінші ана тілім қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі және жақында ғана қостым өзімнің тізіміме түрік тілі. Тамаша. Алдағы уақытта қай елге саяхат жасасаңыз, сол елдің тілін жетік меңгеріп, мәдениетімен танып, біздің елімізге әкеліп, дүние танымымызды кеңейтесіз деп сенемін. Енді айтады ғой қазақта, екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Осы бағанан бері айтып жатырмыз ғой, бойыңызда бір емес 8 қырлы, бір сырлы өнеріңіз бар деп. Домбыраның да құлағында ойнайтыныңыз бізге белгілі. Сізден қонақ кәде сұрасақ. Мархабат. Бәрекелді. Тамаша. Аружан, осы бір әдемі әуеніңізді ойнап отырып, Түркия мемлекетінде Қазақстанның ыстық бауырсағын, дәмді қазысын, әдемі шұбат, айран, қаймағын саңған кездеріңіз болды ма? Шынында, басында Қазақстанда жүріп, ол нәрсені сезінбейді екенсің де, тек шетелге жаңағы бір
ел аралап шетел көргеннен кейін шынымен сағыныш болады екен. Әрбір қазақстандық, әрбір қазақ шетелде жүріп, сол бір Қазақстанның асханасын қатты сағынады. Да. Аружан, бүгін сені бүгінгі біздің орталығымыздың төрінде көргеніме өте қатты қуаныштымын. Сен біздің жас тілші үйірмесінің болашақ оқушыларына, қазіргі бітірейін деп тұрған түлектеріне және осы Сыр жұлдыздары шығармашылық инновациялық академиясының барша оқушыларына үлгісің. Біз сенімен қашанда мақтанамыз. Өзім сендей шәкірт тәрбиелегеніне өте қатты бақыттымын, қуанамын. Әр уақытта өзімнің жетістігіңмен қуанып отырамын. Саған тек қана шыңға шығатын алпауыт мақсаттар, армандар тілеймін. Біздің әдемі бір өлең жолдары бар ғой ақын жазушыларымыздың. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам деп. Сол сияқты сіз біздің сыр елі, жыр елінің күні болып, жалғыз өңірде емес, республикада, халықаралық деңгейде біздің атымызды көкке шығарып жүріңіз. Болашақта сізді әлем журналисті ретінде танып, мақтанып, марқайып жүрейік. Аман болыңыз. Көп рахмет. Боске деген кішкентай ғана сыйым, ұстаздың шәкіртке деген ыстық ықылас деп қабылдаңыз. Рахмет. Аман болыңыз.